Кешкі сағат 10 шамасында үйде жалғыз отырып, үйге жеткізіп беретін тамаққа заказ бердім. Тамақ ысырап болмасын деп ескертпеге үлкен порция қажет жоқ, қарапайым мөлшерде болса жеткілікті. Курьер келген соң есікті қағып тапсырысты алуымды сұрады. Жаным, тапсырыс келді, барып алып келе салшы. Сол сәтте курьердің күлген даусын естідім. Ойбай, сен де қызық екенсің. Қойшы, сен үйде жалғыз тұрасың ғой, солай емес пе? Курьер осы сөзді айтқаннан кейін айнала мүлде тып-тыныш болып кетті. Мен демалуға қорқып телефонымды қатты қысып ұстап тұрдым. Сол кезде үйдің ішінен ер адам дауыс шықты. Қымбаттым, тамақ әлі келмеді ме? Кешіріңіз ханым, мен жай ғана қалжыңдаған едім. Мен мысық көзбен қарап едім, есігімнің алдында жасы 40-қа таяған бір ер адам тұр екен. Басына кепка, үстінде жеткізу қызметінің сары фирмалық формасы бар. Сәлден соң әлгі ер адам тағам салынатын пакетті абайлап есігімнің алдына төсеніштің үстіне қойып, есікті жай ғана екі рет қақты. Ханым, тапсырыңызды есік алдына қойып кеттім. Уақытында алып алыңыз. Мен дыбыс шығармадым, бірақ бірден есікті де ашпадым. Күйеуім іс-сапарға кеткен, ол да ертең күндіз ғана оралады. Қазір үйде шынымен жалғыз өзіммін. Естілген күйеуім дауысы шын мәнінде қонақ бөлмедегі ақылды колонканың шыққан жазып еді. Оның телефоным арқылы қосқанмын. Мұндай жағдай үшін ол аудиожазбаны бұрыннан дайындап қойған едім. Курьер бұл ғимараттан толып кетпегенше есікті ашуға батылым жетпеді. Бірақ дәліз қайтадан тынышталып, дыбысқа сезімтал шамдар көп ұзамай сөніп қалды. Есіктің сыртында қайтадан қап-қараңғылық орнады. Дәл сол сәтте қарынның ашқаны қатты білінді. Күйеуім жолға шығар алдында мен оған мол дастархан жайып бергенмін. Соның кесірінен тоңазытқыштағы азық-түліктің бәрі дерлік таусылған еді. Сондықтан қазір үйде жейтін ештеңе жоқ болатын. Егер бұл тапсырысты алмасам, бүгін түнде аш қарынмен ұйықтауға тура келеді. Осыны ойлап сырттағы тағамды үйге жеткізіп алмақ болдым. Бірақ келесі сәтте дәлізден бір дыбыс естіп қалдым. Парк шамдар қайтадан жарқ етіп жанды. Мысық көзден қарасам, курьер әлі де сол жерде тұр екен. Бір қолында қағаз пакет, екінші қолында телефон. Ол экранды ашулы түрде ары-бері сырғытып қарап, ара-тұра күмәндана менің есігіме көз тастады. Әлі ол мен жаңағы айналамды байқап қойды ма деген ой келді. Егер мен күтпей есікті ашып жіберетін болсам, дәл курьермен бет-бет келер едім. Мен сан түрлі ойға беріліп тұрғанда курьер сырттан кенет қозғалды. Ол тағы да телефонын бір қарап алды, пакетті көтеріп бірнеше адыммен қасына баспалдақ алаңына кіріп кетті. Аяқ дыбысы әуелі қатты естіліп, бірте-бірте бәсеңдеді. Менің жоғары қабаттағы құрбым мүмкін ол тамаққа тапсырыс берген шығар деген ой келді. Шынын айтқанда, мұнда мүмкіндік бар еді. Сондықтан мен оған дереу хабарлама жаздым. Сәлем, мазаңды алғаным үшін кешір. Сіз жаңа ғана тамақ тапсырыс беріп беріңіз. Көп ұзамай ол жауап берді. Я, не болып қалды? Шулап мазаламадық па? Мен жеңіл дем алдым. Демек шынымен де тапсырысты сол қыз берген екен. Бәлкім мен аты күмәнданған шығармын. Өзім оғаш көрсетіп алмау үшін сөздерімді ұзақ ойластырып барып хабарлама жаздым. Жоқ, ештеңе емес, тек ескеріп қойғаным ғой. Әлгі курьер маған тапсырыс әкелген соң оғаш сөйлеп өзін орынсыз ұстады. Сіз жалғыз отырғандықтан сақ болыңыз. Хабарлама жібергеннен кейін біраз күттім, бірақ қыздан жауап болмады. Осы кезде ашықтан бұралып тұрған ішімді сипап қойдым. Енді өзімді тамақтануым керек. Терең тыныс алып, ақырын ғана есікті аштым. Дәліз жым-жырт. Тапсырысым дәл есіктің алдында тұр екен. Сырт көзге бәрі қалыпты көрінді. Алайда тағам салынған пакеттің көтерген сәтте жоғары қабаттан жойқын тарс еткен дыбыс шықты. Басында мұздай су құйып кеткендей болды. Мен бірден үйге қарай шегініп, есікті тарс жауып алдым, ішінен құлттадым. Мен қателеспегеніме сенімдедім. Дыбыс расымен жоғарыдан шықты. Сол мезетте қызым қайта хабарлама келді. Сәлем, жаңа ғана жоғары қабаттан өте қатты дыбыс естідім. Сіз жақта бәрі дұрыс па? Бір сәт ойланып тұрып, тағы бір жол қостым. Егер көмегім қажет болса, айта беріңіз. Жарақат алып қалсаңыз, менде дәрі қобдишасы бар. Ұялмай хабарласыңыз. Шынымен де көмектесуге дайынмын. Жоғары қабатқа барайын ба, жоқ па деп ойланып тұрдым. Ол жақтау хабарлама жазып, оған қоса бір сурет жіберіпті. Ештеңе болған жоқ әпке. Алаңдағаныңызға рахмет. Мен жарақат алған жоқпын. Мына курьердің қолы кемсіз екен. Тамағымды түгел төңкеріп тастады. Өзім жинап аламын. Рахмет. Мен жіберген суретті аштым. Қыздың тапсырыс берген ащы сорпа сияқты екен. Суретте тағам салынған ыдыс аударылып қалған. Ішіндегі азық-түліктер еденге шашылып жатыр. Бөлменің іші астан-кестең. Тіпті сурет бір шетінде көрініп тұрған кілем де сорпаға малынып қызыл түске боянып қалыпты. Сөйтсем шынымен де тамақ аударылып қалған екен. Бәрібір көңілім жайланбады. Керісінше бір адамның денесі қатты затқа бар күшімен соғылғандай дыбыс шықты. Мен суретке қайта-қайта үңіле бастадым. Бірақ неге екенін білмеймін, бұл суреттен бір оғаш сезілетін бірдеңе дұрыс емес. Алайда мәселенің нақты неде екенін түсіне алмадым. Не жетпейді? Менің орным бөлек, қай жері күмәнді? Мен көзімді жұмып, курьердің аз уақыт бұрын менің есігім алдында тұрған сәтін қайтадан есіме түсіруге тырыстым.
Ақыры мен мәселенің қай жерде екенін түсіндім. Көрерменнің есігінің алдында тұрған кезде оны анық көргенмін. Оның қолында шағын ғана пакет болған, ал 2801 пәтерде қыз берген суретте ащы сорпа өте үлкен ыдысқа салынған еді. Оның үстіне тағам әлгі кішкентай қағаз пакетіне сыймайтын еді. Оның үстіне ащы сорпа сататын орындар тағам төгіліп қалмасын деп пластикқа немесе жылу сақтайтын фольгаларға салып жіберетін, ал қағаз пакет су өткізеді. Оны көбіне дәріханаларда қолданылады. Сол сәтте 2 күн бұрын көрген қорқынышты фильм есіме түсті. Фильмде қылмыскер адам өлтіргеннен кейін уақыт өту үшін құрбысының телефонын өзімен бірге алып кетті. Содан кейін ол құрбының атынан хабарлама жазып, әлгі адамның әлі тірі екеніне жұртты сендіруге тырысады. Тіпті достарын кездесуге шақырып жаңа құрбандар іздейді. Осы ой келгенде денім тітіркеніп, арқам суықтап төгілді. Полицияға хабарласайын ба жоқ па деп ойланып тұрғанымда 2801 пәтердегі қыз кенеттен маған дауысты хабарлама жіберді. Мен қалтырап тұрып оны аштым. Келесі секундта қылмыскерді қорқытып сөйлеген дауыс естіме ме деп қорықтым. Әпке, бәрін жинастырып қойдым, мойындамаңыз. Айтпақшы, жаңа сіз әлгі курьерде сізге орынсыз сөйлеген айттыңыз ғой, ол маған ештеңе істемеді. Бірақ бәрі аздап қорқып қалдым. Ол сізге нақты не істеді өзі? Ол бірге эмоция жіберіпті. Жас қызға тән әдет. Оның даусын естігеннен тынышталып қалдым. Сөйтсем шынымен де артық күмәндаған екен. Қыз аман-есен үйде отыр екен. Мен басым шайқап өзімді іштей жазғырып қойдым. Бәлкім күйеуімнің үйде жоқтығынан шығар, оның үстіне түн ортасы тайып қалған сондықтан жүйкем дәстүр берген сияқты. Осы ойлап жаңа ғана болған оқиғаның бәрін қызға егжей тегжейлі айтып бердім. Сөз соңында тағы да ренішімді жасыра алмадым. Айтпақшы, мен тапсырыс беру қосымшадағы аватарымда күйеуім екеуміздің анық түскен суретіміз тұр. Әлгі көрердің оны көрмеуі мүмкін емес. Соған қарамастан маған тиіскені не деген арсыздық. Мен сөзімді тыңдаған қыз таңырқап қалды. Күйеуіңді суретін көріп тұрып та мазалағаныма ұят екен. Мүлдем бетсіз адаммын ғой. Бірақ әпке, сіз несіне қорқасыз? Күйеуіңіз сізді әрі мығым көрінеді. Қай еркек оған қарамастан сізге тиісуге батыл жетеді. Осы сөзден кейін күлімдеген эмоция жіберді. Мен еріксіз жымидым. Жарайды әпке, енді ұйықтайын, түн ортасы болды, сізге жақсы демалыңыз. Ақыры бәрі аяқталғандай көрінді, бірақ еш алаңсыз тамақтануға болатын еді. Мен өзімнің тапсырысымды аштым, бірақ пакеттің аузынан шыққан сәтте бұрышта жатқан бір күмәнді затқа көзіме түсті. Ол қара пластик пакетке мұқият оралған екен. Сыртында қарағанда ішінде не бар екенін ажырату мүмкін емес. Тіпті аузы бірнеше қағаз скотчпен оралды. Қолыммен ұстап көрдім, ішінде зат жұқа әрі жұмсақ сияқты, киім-кешекке ұқсайтын зат секілді. Мүмкін бұл 2801 пәтердің қызы зат шығар. Әлгі салақ көре жеткізіп жүргенде түсіріп алып, кейін шатасып кеткен шығар. Қаттамасы мен сипаттамасына қарағанда бұл біреудің жеке заты сияқты көрінді. Сондықтан ашып қарауға ыңғайсыздандым. Ең дұрысы есіне апарып бере салған жөн. Аяқ киімді киіп кілтімді қолыма алдым да үйден шықтым. Жоғарыда небәрі бір қабат қана болғанда лифтпен мінбей баспалдақпен көтерілуді таңдадым. Мен баспалдақпен көтеріле бастадым. Біртүрлі екен. Әдетте аяқ дыбысын автоматты түрде жанатын шамдар болатын, бірақ бүгін олар мүлде жұмыс істемей қалды. Бүкіл дәліз қап-қараңғы, қолымды созсаң да көрінбейтін. Амалсыздан терезеден түскен әлсіз ай сәулесімен біртіндеп көтерілдім. Кенет аяғым тайып құлап қала жаздадым. бір нәрсеге сүйенген сияқтымын. Мынау не тағы? Заттарын баспалдаққа тастап кететін қандай мәдениетсіз адам деп күңкілдеп қойдым. Қабағымды түйіп алдымнан әлгі нәрсені ақырын түртіп көрдім. Бірақ келесі сәтте табаныма жылы бір нәрсені дымқылдайды. Артынша мұрныма әлсіз қан иіс келді. Мен аң-таң болып қалдым. Алғашында не екенін түсінбедім, бірақ бірнеше секундтан кейін санама қорқынышты ой келді. Қолымды іліп телефон шамын қостым. Жарықты баяу қосқанымда еденде бір ер адамның қозғалыс жатқанын көрдім. Оның денесі қанға боялған. Бір қараңғыда ақ тірі емес екені байқалатын. Мен оны бірден таныдым. Бұл аз уақыт қана бұрын тамақ жеткізіп берген курьер еді. Артыма қарамастан төмен қарай жүгірдім. Үйіме кіріп есікті тарс жауып бірнеше рет қолдап тастадым. Арқамды есікке тіреп тұра бергенде аяғым әлсіреп еденге отыра кеттім. Аузымнан айқай шығып кетпесін деп белімді қатты тістеп тұрдым. Көп ұзамай әлгі курьердің бейнесі кетер емес. 2801 пәтердегі қыз ба? Жоқ, ол өте нәзік, әлсіз көрінетін. Мұндай ірі ер адамды жеңу оңай емес. Онда бұл ғимараттың ішінде тапырып жүргені ме? Одан әрі ойлауға қорқып, дереу телефонымды шығарып полицияға қоңырау шалдым. Түсінікті ханым, біз 10 минуттың ішінде жетеміз. Сіз үйден шықпаңыз, есікті ашпаңыз. Қоңырау айтылған соң аздап сабырға келдім. Орнымнан тұрып есіктің құлпын тағы да бір тексердім. Содан кейін ас үйге жүгіріп барып қорғану үшін қолыма үлкен асүйек пышағын алдым. Пышақты қыса ұстап кіреберісті күзетіп тұрдым. Іштей, егер келген адам полиция болмаса, онда аянып қалмаймын. Дәл сол сәтте телефоныма хабарлама келді. Телефонға қарасам, хабарлама күйеуім екен. Жаным, үйдесің бе?
ұшы билетін ауыстырып алдым. Саған тосыншы жасап бетірек қайтпақ болдым. Қалай ұнады ма? Мен қазір тұрғын үй кешенінің аумағындамын. Аздап кейін кездесеміз. Қуанып тұрсың ба? Хабарлама оқыған сәтте жүрегіміз өте қалды. Ол неге дәл қазір келді? Қазір бұл ғимаратта қауіпті біреу жасырынуы мүмкін. Күйеуімнің жоғары көтерілуіне жол беруге болмайды. Мен бірден оған қоңырау шалдым. Оралмауын айтып үлгергім келді. Бірақ бір рет, екі рет, үш рет қоңырау мүлде алынбады. Амалсыздан хабарлама жаздым. Қайтып келме. Үйде өте қауіпті жағдай болды. Мен полиция шақырдым. Сен қалжыңдап тұрсың ба? Қандай қауіпті жағдай? Неге үйге қайтпа дейсің, әлде үйде басқа біреу бар ма? Күйеуімнің хабарламасын көргенде ол мен дұрыс түсінбей қалды ма деп қорықтым. Мен бірінен соң біріне хабарлама жібердім. Барлық дерлік леп белгісі толық еді. Оған жағдайдың қаншалықты маңызды екенін жеткізгім келді. Шынымен қауіпті адам бар. Мен оны өз көзіммен көрдім. Өтірік айтып тұрған жоқпын. Маған сенші, біраз күте тұр. Полиция қазір келеді, өтінемін. Бірақ ол менің сөздерімді мүлдем маңызды қабылдамаған сияқты. Ештеңе болмайды жаным, қорықпа. Мен қазір ғимараттың төмен қабатындамын. Қандай қауіпі бар адам екенін түсінбедім. Осы оқиғаны жүрегім одан сайын дүрсілдеп кетті. Мен дереу есікке барып мысық көзбен сыртқа қарадым. Дәліз әлі де қараңғы, ешкім көрінбейді. Бір нәрсе қисынға келмей тұр. Ол жаңа ғана төмен қабаттамын деді. Бірақ біздің лифт жұмыс істегенде дыбыс анық еститінмін. Ал қазір лифт қозғалған жоқ. Лифт бұзылып қалған шығар деп ойладым. Телефонымды алып, оның нақты қай жерде екенін сұрайын дедім. Жаным, мен 28-ші қабатта баспалдақпын. Мына тап-таза қандай мәйіт туралы айтып тұрсың? Сен мені алдап тұрған жоқсың ба? Әлде қорқынышты фильмді тым көп көріп қойдың ба? Суреттегі баспалдақ алаңы мүлде қалыпты көрінеді. Әдеттегі күндей тыныш, қан да жоқ, дене де жоқ. Тіпті төбелес болғанын білдіретін бірде-бір із қалмапты. Баспалдақ та тап-таза. Бұл қалай? Мен бағана көрген нәрсе не? Ал қазір күйеуім шын мәнінде қайда?